Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді очечук салатының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен видеодағыдай пиязымызды жұқа етіп турап шығатын боламыз. Содан соң пиязымызды кесемізге салып, үстіне салқын суымызды құйып, біраз уақытқа қалдыратын боламыз. Сол кезде біздің пиязымыз ащы дәмінен арылатын болады. Енді қызанақтарымызды артық бөліктерінен алып тастап, оларды да жұқа етіп турап шығатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, құрамын көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер болады. Кез келген ыстық тағам түрімен ұсына беретін өте керемет әрі қолжетімді салаттардың бірі. Қызанақтарымыздың барлығын турап болғаннан соң осындай менде ащы қызыл бұрыш бар, соны турап қосатын боламын. Егер сіздерде мұндай түрі болмаса, қарапайым құрғақ қызыл бұрышты да қоссаңыздар болады. Ыдысымызға пиязымызды саламыз, және де қызыл бұрышымызды салып, аскөгімізді де майдалап турап салатын боламыз. Барлық заттарымызды турап болдық. Енді дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырып, салатымызды дастарханға ұсына берсек болады. Өте керемет дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Келесі кездескенше сау болыңыздар.